ата-аналар, құрметті әріптестер, әрбір қазақстандық осы елде тұрғасын, сол өзі тұратын елдің дәстүрін, салтын, тарихын, мәдениетін, ең маңыздысы өзінің ана тілін жақсы білу керек екенін білесіздер. Сондықтан осыған орай біздің мектеп жанындағы кітапханада қазақтың осы жағынан дамуына байланысты барлық әдебиеттердің түрлері бар. Қазақтың салт дәстүрлерінің дәріптейтін мысалы электронды кітаптар ішінде халықтың жыры, салт дәстүрлі, мақал мәтін, салт дәстүр, мәдениет, өнер барлық саланы қамтитын осындай электронды кітап. Оның сыртында сіздердің қолдарыңызда тұрған энциклопедия түрлері. Қазір сол энциклопедияларды былай ұстап экранға көрсетіңізші, мұны қандай түрлі кітаптар бар. Мұқабасын экранға көрсетіп. Міне, құрметті оқушылар, көріп отырсыздар. Қазақтың зергерлік бұйымдары, қазақтың ұлттық киімдері, қазақтың ұлттық тағамдары, қазақтың мәдениеті, қазақтың салт дәстүрлері, ұлы жібек жолы, қазақтың қызыл кітабы, Қазақстан және қорықтар туралы, қазақтың табиғаты, Қазақстанның табиғаты. Осындай түрлі мазмұнда ішіндегі ашып көрсетіңізші бағын кітаптарын. Ішіндегі түрлі түсті бояумен еткен иллюстрациялық материалдары өте көп қамтылған кітаптар өте көп. Сондықтан құрметті оқырмандар, сіздерді мектеп жанындағы кітапханаға оқырман болуға шақырамын. Дорогие родители, дорогие коллеги, каждый казахстанец, проживая на территории этого государства, обязан знать государственный язык, кроме своего родного языка. Он должен знать культуру, историю развития этого государства, ее обычаи и традиции, ее природные ресурсы. Все это можно узнать, посетив библиотеку. Значит, в библиотеке собрана литература в виде энциклопедий и электронных учебников, где отражены все эти аспекты развития нашего государства. То есть, покажите культурные листы, ребята. Значит, в нашей библиотеке есть энциклопедии, где отражены вопросы национальной одежды, национального быта, книга, посвященная кухне казахского народа, книга, посвященная обычаям и традициям казахского народа, природные условия, книга, посвященная великому флоту медицины, книга, посвященная вообще природе Казахстана. И есть этно-педагогика, посвященная книгу, есть книга, электронный учебник, который вмещает в себя 8 вот таких сборников, где отражены все легенды, басни, песни казахского народа, обычаи, традиции, все пословицы, поговорки, загадки, каждой сфере посвященной отдельному такому сборнику. Все это вы можете найти в нашей школьной библиотеке. Поэтому, дорогие ребята, дорогие родители, наши коллеги, я вас приглашаю быть читателями нашей школьной библиотеки, приглашаю вас посетить.